Қайырлы күн қымбатты жыр сүйер әлеумет. Бүгінгі жұманың терме тыңдау сағатында өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бір кездері жыраулық дәстүрдің үзілген үмітін қайта жалғаған. Жеті тасынан жыраулық өнерді мұрат тұтынған. Белгілі жырау, даңғайыр жырау Көшіней Рүстембекұлы еді. Көшіней Рүстембекұлы 8 қырлы бір сырлы өнер иесі болатын. Ол асқақ әнші, ол жампоз жырдың иесі. Сөйле сөйле шай, жан шіркіннің сауындай, бұл жігіттік мұндар көтеді, жазды күнді сағындай. Дауысым бірден шықпайды, төгіптерім ағылмай, күзекте бір ақырмын, әлі де болса жазылмай, сонда да тілім сөйлесіп, көтеріп мінген бедеудей, аузыңды ашып арылдай. Ол салған жыр, ол салған мақпал махам тек қазақ халқының ғана емес, бүткіл әлем халықтарының назарын аударды. Ендеше жыр жолбарысы туралы жырды қабыл алыңыздар. 21 ғасырдың Гомері атанған белгілі жырау, фольклортанушы, ғалым, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алмас Алматов ағамыздың Көшіней Рүстембекұлының қазасына жазған арнау кеуіл қосын орындап берейін, қабыл алыңыздар. Самала сырдың саумалдай жұтып ауасын, жаныңның емдеп жүрекке дәркәр дауасын. Сағынсаң достым сыр бойын аңсап келіп қайт, Көшіней жырдан кәусәрін ішіп қанасың. Күмбірлеп әсем көкірегі сарай күй тербеп, қоңыраулай соққан Мәскеу мен сырдың арасын. Үкілі тұлпар үмітке шалға бармандай, сарғайтып саны сағымға сіңіп барасың. Қатарға қарттарға абыз күй кешіп, бербет алла басыңа мұнша шарасың. Өрнегін қиып, өрмегін жиып өмірдің, ұлғайттың ағай ұлан даланың жарасын. Жиналған кезде қайратқа жанып жігерді, талқандап өтіп тұру шең дұшпан табасын. Толғағы қысқан дәуірдің білгір кезінде, іздедік талай тұлғаңның сүлей қарасын. Сұңқардай даусың сапал түн күйі сақтап тұр, киелі шырдың құмадай тұнық сағасын. Мінәжат жырым мұқалмас сырым көшеге, рухың кезіп жүрсегер сырдың жағасын, ай жағасын, ай жағасын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет айта отырып, өздеріңізбен келесі сәрсенбі күнгі жыр терме тыңдау сағатында қауышқанша қош саламат болыңыздар деймін.